Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен коржиктің рецептімен бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Менің каналымда басқа да тағамдардың рецептілері бар. Кіріп қарап көрсеңіздер болады. Бізге ұн керек, секер, сүт, сары май, жұмыртқа және қобызытқыш керек. Алдымен ыдысқа сүтімізді құйып, үстіне секерімізді салып, орташа отта секеріміз толық ерігенше араластырып, отта ұстаймыз. Үй температурасындағы сары майымызға бір жұмыртқамызды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыздың үстіне қобызытқышымызды, яғни разрыхлителімізді салып, аз мөлшерде салып араластырамыз. Оның үстіне сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Қалған ұнымызды салып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды 1-2 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Қамырымызды жайып аламыз. Жайып алған қамырымызды форма шығарамыз. Сіз өзіңізге ұнаған форманы жасасаңыз болады. Мен осылай жасадым. Противеннің үстіне пергамент қағазын төсеп, дайын болған формаларымызды салып, оның үстіне жұмыртқаның сарысын жабып шығамыз. Шанышқының көмегімен бетін сызып аламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 7-8 минут пісіріп аламыз. Біздің коржиктеріміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Толық рецептісін видеоның астында қалдырамын. Сіздермен бірге болған Салима.